Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздермен муравейник рецептімен бөлісетін боламын. Бізге керегі 200 грамм сары май, 300 грамм ұн, 1 шай қасық қопсытқыш. Құрғақ қоспаларымызды араластыра отыра, сары майымызға 2-ге бөліп, лопатканың көмегімен араластырып отыра қамырымызды біріктіріп аламыз. Екінші бөлігімізді салып, қолымыздың көмегімен қамырды біріктіріп илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды салафанға сала, тоңазытқышқа 20-30 минутқа қойып қоямыз. Дайын болған қамырымызды өткіштен өткізіп алып, алдын ала пешімізді 180 градусқа қыздырып аламыз. 20-25 минутқа қойып аламыз да, дайын болған крошкамызды таза ыдысымызға сала отыра, мен алдын ала қойып отырған сүтпен арахисті дайындап қойғам. Бізге керегі қойып отырған сүтпен арахис, қойып отырған сүттен 100 грамм, арахистен 50 грамм. Яғни бізге сумен стақан осындай формада істейтін боламын. Өз қалауыңызша істеуіңізге болады форманы. Яғни қойып отырған сүтімізді крошкамызға сала отыра, арахисімізді салып аламыз. Осында дайын болған қоспамызды осылай стақанымызға сала отыра, әр салғанда стақанымызды ылғандандырып, достар, қатты қоспаны салғанда стақанымызға қатты нықтамаймыз. Жаймен ғана қасықпен сала отыра, жаймен ғана формадан түспей қалуы мүмкін. Осылай тарелкеге сала отыра, формамызды каждый осылай формамызды келтіріп отырамыз. Форманы өз қалауыңызша істеп алуыңызға болады. Яғни осы муравейниктің бетіне әсемдеу мен шоколадный глазурмен әсемдегенді жөн көрдім, өз қалауыңызша. Яғни достар, менің каналыма подписацияны басып, қоңыраушаны басып, тіркеліп кетіңіз. Мен сіздермен басқа да рецепттермен бөлісетін боламын. Рахмет, ас болсын.